Армысыздар менің көрермендерім. Ол саған қыз болғаны үшін ғана үйленді. Түнде үшеу болып жатамыз. Келіншек көңілдесінде құтыла алмай жүргенін айтады. Түнде ұйқыға жатқанда біреу арқамнан пышақ соғып алғандай шаншып жатқызбайды. Дем жетпей орнымнан ұшып тұрсам мұрнымнан саулап қан кетеді. Оны көргенде екі қолым дірілдеп тіземнен әл кетеді. Бұл жағдай күн сайын қайталанады. Соңғы кезде айнаға қараймын да өзімді танымай қалам. Шынымды айтсам қорқайын дедім дейді. 3 жыл бұрын тұрмысқа шықтым. 20 жасымда сүйген жігітке тұрмысқа шықтым. Ол да мені жақсы көрді деп ойлаймын. Себебі қыз жігіт болып жүрген 3 айдың ішінде күн құрғатпай үйге келіп мені қыдыртып, көңілімді жаулауға барынша тырысты. Мен оған өзімнен артық сендім. Өмірлік серігімнің осы адам екенінде титтей де күмәнданбай, бар ықыласы менен беріле сүйіп, тойымызды жасап, некемізді қидырып бас қостық. Бірақ үйленгенімізге 3 күн өткенде көңілімді бұзған бір жағдай орын алды. Түскі асқа жұмысынан келген күйеуім қолын жууға бөлмеге кіріп кеткен, телефонына SMS келді. Жаным, кім екен, көре салшы деп айқайлағасын ойымда дым жоқ, ашып оқи бастадым. Сөйтсем бұрын жүрген қызының қоштасу хаты екен. Ішім алай-дүлей болды. Қатын соңғы рет кездесейікші деп аяқтапты. Мынау не деп сұрадым. Сенен алдын жүрген қызым ғой, үйленгенімді естіп қойған шығар, мен онымен кездеспеймін деп ақталды. Бірақ сол күні жұмыстан кеш қайтты. Екеуінің кездескені білсем де, ашуымды сабырға жеңіп үндемедім. Саған дейін бір қызбен кездескен, бірақ онысы ініме дейін бір талай жігіттің басын қайырған екен. Папам мен мамам қарсы болып үйлендірмеді деп қайынәпкем бір күн шынын айтып қойды. Демек екеуі маған дейін ерлі-зайыптыларша төсек қатынасында болған ғой. Естігенде Құдайдан сенген күйеуіме деген реніш пайда болды. Бір күні үйде есіктің алдындағы гүлдерді суарып жүрсем, бөтен нөмірмен бір қыз хабарласты. Сен Балнұрсың ба? Мен Жандостың сүйіктісімін. Біз бір-бірімізді сүйеміз. Ол мені ешқашан ұмытпайды. Төсекте мен сенен мықтымын. Ол саған қыз болғаны үшін ғана үйленді. Әке-шешесіне сен сияқты келін керек болды деп намысыма тиетін сөздерді қаршы боратты. Артынша WhatsAppқа күйеуім екеуінің припискасын жіберіпті. Жанымда жүрген күйеуім күн сайын әлгі қызбен сөйлесіп, еркелетіп жүріпті. Аяғы ауыр әлгі қыздың. Әңгімесі әсер етті ме? Уақытынан бұрын босанып қалдым. Өмірге қызымыз келді. Қызын көрсе нәпігі басылатын шығар. Желөкпе қызды ұмытады деп ойлап қателесіппін. Қызымыз 40-нан шыққанша Жандос үйге кеш келіп жүрді. Жанымызға жолаған жоқ. Телефонының даусын өшіріп қояды. Әрдеңені бір сылтаулатып, жұмысында қалып қоятынын көбейді. Бір күні бәрінен шаршадым да күйеуімді қарсы алдыма отырғызып қойып, ішімдегінің ақтарып салдым. Мен саған енді сенбеймін, тойдым, осымен бәрі бітсін деп аяқтадым да қызымды алып төркініме кетіп қалдым. Өзім сүйген қорғаным болар деп үміттенген, мейірім мен махаббатын күткен, жылы сөйлеп жуатар деген жарым кетпедеуге де жарамады. Бірақ бір апта өткенде артымнан іздеп келді. Мен ол қызбен қарым қатынасымды бір жола үздім. Әке-шешем немеремді әкел деп қоймай жатырым. Маған сен керексің, жүрші үйге деп кешірім сұрады. Аңқаулығым ба, адалдығым ба, білмеймін. Миым айналып қалған адамдай артынан еріп қайын жұртқа қайта бардым. 2 айда күйеуімі тәп-тәуір болып жүрді, бірақ күндер өте баяғы әдетіне қайта басты. Бұл істерін жарыма деген сенім, сезім бәрінен айырылдым. Мен Шымкентке кетіп қалдым. Қазір сенің күйеуіңе де мықты жігітті тапқамын. Жандос маған екінші әйелім болып деп ұсыныс білдірген еді.
деп әлгі қыз қайта хабарласты. Бәрі өтірік болар деген үмітпен күйеуімнен сұрадым. Ол болса, иә, айтқанымын, мен оны басқаға қимаймын деді. Бұдан кейін ондай адаммен бір шаңырақ астында тұрудың мәні жоқ қой. Бірақ мен қызым үшін, әке-шешемнің абыройы үшін өзгені сүйетін күйеуіммен бір бөлмеде өмір сүріп жүрмін. Мен оны, ол әлгі қызды ойлап ұйқыға кетеміз. Күндіз екеуі, түнде үшеу боп ұйықтаймыз осылай. Бұлай қарасаң, әлі ыстық суға басылатын жағдайға жетпедік. Кісі қызғарлықтай түрім бар. Талай жігіттің арасынан итеріп жүріп таңдағаным, сүйгенім осы еді. Тазға жолыққаныма ішім ашиды. Уақыт өте бері ұмытылар дедім, бірақ ұмыта алар емеспін. Жаным қатты қиналып жүр. Соңғы уақытта басымнан әлгіндей тылсым жағдайлар өтіп жатыр. Ол уайымымды еселіп жіберді. Кімнен ақыл көмек сұрарымды білмеймін. Мұндай жағдайда не істеген дұрыс? Өзгені сүйетін адаммен бірге тұрудың мәні бар ма? Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.